Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы алғашқы функция және анықталмаған интеграл қасиеттері. Сабақтың мақсаты анықталмаған интеграл қасиеттерін білу және оларды қолдану. Негізгі анықталмаған интегралды білу және оларды есептер шығаруда қолдану. Алдыңғы сабақтар барысында оқушылар алғашқы функция деген тақырыппен таныстыңыздар. Сонымен алғашқы функцияны анықтау дегеніміз ол туындыға кері амалды орындау екен. Төмендегі мысалдарға назар аударайық. Берілген функция косинус 5х. Егер де осы функцияның туындысын анықтасақ, ол бізде минус 5 синус 5х функциясына тең. Яғни косинус 5х функциясы минус 5 синус 5х функциясының алғашқы функциясы болып табылады екен. Екінші мысал, минус 1 бөлінген х функциясы берілген. Функцияның туындысын анықтасақ, ол бізде 1 бөлінген х квадратқа тең. Яғни минус 1 бөлінген х функциясы 1 бөлінген х квадрат функциясының алғашқы функциясы болып табылады. Алғашқы функцияны анықтау басқаша интегралдау әдісі деп аталады. Интегралдық белгіні оқушылар сіздерге ұсынып көрсетіп тұрмыз. Алғашқы функцияның негізгі қасиеті бар екен. Егер де x-тен f және x-тен фи функциялары қандайда бір x-тен кіші f функциясының алғашқы функциялары болса, онда ол екі функцияның өзара ерекшелігі, айырмашылығы тек қана тұрақты санда болады екен. Алғашқы функцияның геометриялық мағынасына тоқтап кететін болсақ, олардың графиктері өзара параллель қисықтар тобын береді. Суретке қарап, назар аударып көруге болады оны. Алғашқы функция табудың үш ережесі бар. Бірінші ережесі, егер де берілген функция көп мүше болса, онда алғашқы функция анықтау барысында жаңағы көп мүшенің әрбір бір мүшесінің алғашқы функциясын жеке-жеке анықтауға болады екен. Екіншісі, егер де берілген функцияның алдында k тұрақты сан бар болса, онда алғашқы функция анықтау барысында k тұрақты саны сақталады. Үшіншісі, берілген функция күрделі, яғни x-тің алдындағы аргумент k саны бар болса, онда алғашқы функция анықтау барысында функцияның алдына 1 бөлінген k тұрақты сан есебінде шығарылады екен. Мына кестеге назар аударайық. Оқушылар, бұл алғашқы функция анықтау формулалары. Жұлдызшамен берілгені бүгінгі сабақ барысында қолданатын формулаларымыз. А дегеніміз тұрақты сан. Тұрақты санның алғашқы функциясы ax қосу c. x-тің n дәрежесінің алғашқы функциясы x-тің n дәрежесі қосу 1 бөлінген n қосу 1 қосу c. 1 бөлінген түбірасты x-тің алғашқы функциясы 2 түбірасты x қосу c. Синустың алғашқы функциясы минус косинус x қосу c. Косинусқа алғашқы функция синус x қосу c. 1 бөлінген косинус квадрат x-ке алғашқы функция тангенс x қосу c. 1 бөлінген синус квадрат x-ке алғашқы функция минус котангенс x қосу c. Сабақ барысында бірнеше мысалдар қарастырайық. Берілген функция 3х қосу 2. Бұл функцияның алғашқы функциясының анықтау барысында негізінен екі формуланы қолданамыз. Біріншісі, x-тің n дәрежесінің алғашқы функциясын анықтау және a тұрақты санның алғашқы функциясын анықтау формулалары. Есептің шығару барысына назар аударайық. Яғни 3х, x-ке алғашқы функция x квадрат бөлінген 2. Плюс 2 дегеніміз тұрақты санға алғашқы функция 2х. Сонда шыққан функция 3х квадрат бөлінген 2 қосу 2х қосу c. Қосу c дегеніміз бұл бізде тұрақты сан. Себебі туынды анықтау барысында
тұрақты санның туындысы 0-ге тең. Мына есепті оқушылар өз беттерінше орындап көріңдер. Берілген функция -6х квадрат қосу 4х минус 3. Видеоны паузаға қойып, орындап көріңіздер. Тексерейік. Х квадратқа алғашқы функция х куб бөлінген 3, х-ке алғашқы функция х квадрат бөлінген 2, минус 3 тұрақты сан алғашқы функциясы минус 3х. Коэффициенттерін қысқарту барысында шығады бізде минус 2х куб қосу 2х квадрат минус 3х қосу с функциясы. Келесі есепке назар аударайық. Берілген функция 4 бөлінген түбірасты х минус х. Бұл жерде жаңадан қолданатын формуламыз 1 бөлінген түбірасты х-ке алғашқы функция. Ол бізде 2 түбірасты х-ке тең. Шығару барысына назар аударсақ, 4 бізде тұрақты сан. 1 бөлінген түбірасты х-ке алғашқы функция 2 түбірасты х. Яғни 4 пен 2 көбейту барысында шығады бізде функциямыз 8 түбірасты х минус х квадрат бөлінген 2 қосу с. Келесі есепті оқушылар өз беттерінше орындап көріңіздер. Берілген функция минус 1 бөлінген 5 түбірасты х қосу 3х. Видеоны паузаға қойып, орындауға болады. Шығарған есептеріңізді тексеріп көріңіздер. Минус 5-тен 1 ол тұрақты сан, яғни алғашқы функция анықтау кезінде ол сақталады. 1 бөлінген түбірасты х-ке 2 түбірасты х, 3х-ке алғашқы функция 3х квадрат бөлінген 2. Коэффициенттерін жинақтау барысында бізде шығады минус 2 түбірасты х бөлінген 5 қосу 1,5х квадрат қосу с функциясы. Келесі есепке назар аударайық. Берілген функция 4 синус х қосу косинус 3х. Бұл жерде қолданатын формуламыз синус х-ке алғашқы функция, ол бізде минус косинус х қосу с-ға тең. Косинус х-ке алғашқы функция, ол бізде синус х қосу с. Және де назар аударайық, косинус 3х бізде күрделі функция. Х-тің алдында тұрған тұрақты сан 3. Алғашқы функция анықтау кезінде алдына 3-тен 1 болып шығады екен. Жауабы минус 4 косинус х қосу 3-тен 1 синус 3х қосу с. Келесі есепті оқушылар тағы да сіздерге өз беттерінше шығарып көруге ұсынамын. 5 косинус 5х минус 3-тен 1 синус х функциясы. Видеоны тағы да паузаға қойып орындап көріңіздер. Жауабы 5 көбейтілген 5-тен 1 синус 5х қосу 3-тен 1 косинус х қосу с. 5 пен 5 қысқарып жинақталады синус 5х қосу 3-тен 1 косинус х қосу с. Келесі есепке назар аударайық. Берілген функция 2 бөлінген косинус квадрат 2х қосу 3 бөлінген синус квадрат 3х. Біз білеміз 1 бөлінген косинус квадратқа алғашқы функция тангенс х, 1 бөлінген синус квадрат х-ке алғашқы функция минус котангенс х. Және тұрақты сандары бар х-тің алдында. Шығару барысында шығады жауап тангенс 2х минус котангенс 3х қосу с. Келесі есепті оқушылар өз беттерінше орындап көруге ұсынамын. Видеоны паузаға қойып орындаңыздар. Тексерейік. 2-ден 1 коэффициент сақталады. Минус 2-ден 1. 3-тің алдында, х-тің алдында коэффициент 3, алдына 3-тен 1 болып шығады. Сонда жауабы минус 6-дан 1 котангенс 3х. Келесі 5 тұрақты сан сақталады. 3-тен 1 болып х-тің алдында коэффициент шығады. Жауабы қосу 1,3-тен 2 тангенс 3х. Бүгінгі сабағымызда біз негізгі формулаларды қолданып, сабақ барысында үйрендік. Назарларыңызға рахмет.